Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауын рейдердің қалалық активі талқылады. Жолдаудың қай тұстары рейдерліктердің жүректерінен орын тапты? Келесі сюжеттен көріңіздер. Бірінші қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында президент біздің еліміз жаңа даму кезеңіне қадам басқанын ерекше атап өтті. Жалпы ұлттық референдумда көптеген азаматтар саяси модернизацияға бағытты қолдады. Конституциялық реформа жаңа әділетті Қазақстанның қалыптасуына негізгі қадам болды. Саяси модернизациясының жалғасы құрылымдық экономикалық түрлендірулер болуы тиіс деп айтты Қасым-Жомарт Тоқаев. Біздің азамат, бизнес, мемлекет үштігіндегі қарым-қатынастағы терең қайта құрылыс күтіп тұр деп ескерді президент. Бірінші кезекте мемлекет мүмкіншіліктердің теңдігі мен барлығына тең әділдікті қамтиды. Қоғамдық игіліктердің жоғарғы деңгейі және тұрғындардың әлеуметтік осал категорияларының, оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар азаматтарды қолдау кепілдендіріледі. Мемлекет экономикалық еркіндікті тұтас қолдайды. Әйтсе де, нарықтың аса құбылуы кезінде азаматтарды түбегейлі қорғайтын болады. Шағын және орта бизнес күшті дамуын алады. Қалалық активпен кездесуде рейдер әкімі Дмитрий Горьковой реформалардың нақты бағыттары жайында айтып берді. Сегодня, когда по всему миру разворачивается жесточайший геополитический... Бүгіндері бүкіл әлемде геосаяси және экономикалық дауыл болып жатқан кезде ел ішіндегі жұмыс аса маңызды. Жаңа Қазақстанды, қазақстандықтардың өмірлерінің сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар реформалар өткізусіз құру мүмкін емес. Әлеуметтік мәселелер өсімінің тәуекелін төмендету керекпіз. Ағымдағы жылдың бірінші қыркүйегінде әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам жолдауымен халық алдында сөз алып, президент азамат, бизнес, мемлекет үштігінің сапалы қарым-қатынасындағы басымдықты ұсынады. Бұл терең басымдық біздің өміріміздің барлық салаларын қамтиды. Бұл жолдау Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент лауазымына тағайындалған күнінен бері 5-шісі екенін ескеремін. Әр жолдауы болжамға, қырағылыққа негізделген. Болашаққа инвестициялар жайында сөз еткенде Қасым-Жомарт Тоқаев адамдар еліміздің басты құндылығы екенін ескерді. Мемлекет басшысымен минималды еңбек ақысының деңгейін 60-тан 70 мың теңгеге дейін көтеру шешімі қабылданды. Бұл 2 миллионға жуық азаматтардың табысына әсерін тигізеді. Зейнетақы жүйесін айтарлықтай қайта жүктеу керек деді Тоқаев. Зейнетақының минималды зейнетақы ставкасын күнкөріс минимумынан 70%-ға дейін, ал максималдыны 120%-ға дейін жеткізу керек. Бұрындары қабылданған шешімдермен қатар, ол 2025 жылға қарай ортақ зейнетақыны орта есеппен 27%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Одан тыс, кең әлеуметтік сұранысты ескере отыра, әйелдердің зейнеткерлік жас мөлшері 2028 жылға дейін 61 жас деңгейіне белгіленеді. Зейнеткерлік жастың төмендетілуі туралы жаңалық қазақстандық әйелдер үшін қуанышты болды. Президенттің шешімін рейдерлік қалалық ардагерлер кеңесі бір дауыстан қолдауда. Қуанышты жағдайлар. Ол зейнетақы реформалары, денсаулық, білім саласындағы реформаларға өте қуанышпен қарсы қабылдап жатырмыз. Енді бағдар өте үлкен көлемді сұрақтар көтерді. Осы көтерілген сұрақтардың бәрі іске асып жатса, оған іске асыру үшін біз барлығымыз атсалысуымыз керек. Сонда ғана біз әділетті мемлекет, бір тұтас ұлт, берекелі қоғам боламыз деп ойлаймын. Жалпы ұлттық референдумда Конституцияда қабылданған түзетулер әділетті Қазақстанның символына айналды деді президент жолдауда. Біз негізгі заңда түпкі қағидатты бекіттік. Оның негізінде жер және табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Бұл жай ғана әдемі декларация емес, барлық реформалардың лейтмотиві деп атады Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент әр отбасы еліміздің ұлттық байлықтарын пайдаланудан шынайы пайда көру керектігін айтты. Жарияланған балалар жылы аясында ұлттық қор балаларға жаңа бағдарламасының басталуына бастаманы маңызды деп санаймын деді.
Ұлттық қордың жыл сайынғы кірісінен 50%-ды балалардың арнайы шоттарына, олардың 18 жасқа толуына дейін мерзімінен бұрын шешу құқығынсыз аударып отыруды ұсынамын. Кәмелетке толғаннан кейін жиналған сомалар баспана алуға және білім алуға жұмсалады. Бұл қаржы өскелең ұрпаққа ересек өмірлеріне нағыз жолдама береді. Жоба 1 қаңтар 2024 жылы іске қосылады. Ұлттық қор табысының 50% балалардың есепшотына жиналады. Экономистердің есептеуіне қарағанда 18-ге толған азамат 3000 ақш долларынан артық жинайды деп отыр. Әрине бастама жақсы. Риддер әкімі Дмитрий Горьковой қалалық активтің отырысы барысында Қасым-Жомарт Тоқаев күзде кезектен тыс президенттік сайлауды өткізуді ұсынғанын ескере кетті. Сонымен қоса президент мандатына ұзақтығы 7 жыл қайта сайлау құқығынсыз бір мерзімге шектеу қоюды ұсынды. Тоқаев сайлаудан кейін президент өкілеттігін бір мерзіммен шектейтін бастамашылығын парламенттің қарастыруына ұсынатынын мәлімдеді. Оны қабылдаған жағдайда Қазақстанда жаңа саяси дәуір басталады деп айтылған жолдауда. Онан тыс, мемлекет басшысы келесі жылдың 1 жартысында мәжіліс пен барлық деңгейлердің мәслихаттарына депутаттардың сайлауын өткізуді ұсынды. Онан соң үкімет қалыптастырылады. Нәтижесінде барлық негізгі саяси институттардың қайта жүктелуі жүзеге асырылады. Президент, парламент және үкіметтің. Қазақстан халқына жолдауында Қасым-Жомарт Тоқаев айтты: әділетті Қазақстанның қалыптасуы енді басталып жатыр, және біз таңдаған жолдан таймаймыз.